Үстіміздегі айдың 6-шы жұлдызында Жаңақорған ауданына қарасты Құттықожа ауылының тұрғыны Рахимов Ахметтің уақ малы белгісіз дерттен өле бастайды. Рахимов Құттықожа ауылдық мал дәрігерлеріне хабарласып, 7 қараша күні кешке қарай мал дәрігерлерін Қойшы ауылына алып келеді. Мал дәрігерлері қансигек ауруы деп болжам жасап, шопанға 120 мыңға вакцина алдырады. Осы күні 30 бас мал дәрігерлерінің қатысуымен өртелінеді. Келесі күні, яғни 8 қараша күні малдарға вакцина егіліп, жалпы саны шамамен 80 малдай өртеледі. Алайда, оқиға 10 қараша күні бірақ тіркеледі. Содан кейінгі 40 бас уақ мал ғана есепке алынып, алдындағы 80 мал есепке алынбай қалады. Үш жерде өртелген малдың қаңқалары ғана жатыр. Кейбірін ит құс тартып әкеткен. Әңгіменің аясы шопанға өлген малыңды тауып бер дегенге саяды. Қара халықтың осал тұсын өз пайдасына жаратқаны тағы да көрер көзге көрініп ақ тұр. Сырға шоқтың бәрін біз шығармаймыз. Әкілемейміз. Сонда өзбек жолды сол қалай менің алдында атарды білмейді қанша бар екен. Тек анан сырғаламайды ол, шығармайды. Әуезбек жолдасқа кеше анан Нұрдәулеттің мына жерде сен 37 күн өртеді қой дедім. Сен тұрсың ғой мына жерде. Ал мына жерде қанша өлік қалды қазір? Ит құс тартып кеткеннен басқа. Сол жерде көріп тұрғанда 6-7 өлік жатыр, 30-дан. Ал сосын анан Нұрдәулетке мен айтпайды, сен екеумізді өртеді қой осыны. Сен ағып түсіндіріп айтпайсың десем, Әуезбек анаған айқайлап жатыр. Егер аузыңды ашып осыны мойындайтын болсаң, типі жұмыстан шығасың. Бопсалап отыр. Ол жап-жас бала ол. Ол қорққаны үндемей сүмірейіп тұр. Не айтады ол? Айта алмайды. Ол 30-ын өртеген мойындамайды тұр анадан қорқ. Сіз нақты көрсетіп бере аласыз ба? Қай жерлерде малдар өртенді, қаншасы бас мал өртенді? Нақты көрсетіп берем, мына жерде 3 жерде өртеген көрсетіп, ал далада мен мынандай шашылып жатқан малымды нақты еш жерден көрсетіп айтамаймын. Тек осы айнала қай жерден құс ұшады, қай жерден түлкі ұшады болды. Мен оған ешқандай шамам жеткен емес. Ал менің қазір алдымдағы басым 120-дан асты өлігі. Өлігінің саны, жалпы саны? Жалпы саны, өзім есептеп отқам. Одан артық кемі де болуы мүмкін. Ал енді ол мына кешегі менің өзім 3 жерге өртеген өлігім өзі 86 бол керекті. Ал олар 86-ға да толтырған жоқ. 41 білі әр жерден қалып кеткен сол жоқ. Мынандай жерде еш жерден іздеген де жоқ, еш жерден аған да жоқ. Бәлкім, күні кеше 13 қараша күнгі жүргізілген дезинфекция оқиға басталған 6-7 қарашада жүргізілсе, бұндай көп шығын келмес еді. 7 қараша күні оқиға тіркелсе, мал дәрігерлері де шығын малдың санын жасырып қалмас еді. Өздері өртеуге нұсқау беріп, өртеліп кеткен малдың санын тауып бер дегені тым қызғақ екен. Бүгіні бар, кешесі бар, шопанның шығыны 120 бас уақ малға жетті. Облыстық комиссия нақтылық жасаса да, журналистік зерттеу аяқталған жоқ. Бүгін өлгендер ма? Бүгін өлгендер. Азаннан бері. Мына үшеу. Құдықтың басына тағы бірі өлген. 4-еу. Бүгінгі 13-ші күнгі өлген өзі 4-еу. Қайта Құдайға шүкір сая барсады. Бұл сая барсыған Аллаға да рахмет. Мысал не аңыз тұр? Мынаның нешеуінде де сырға бар. Мысал, мынаның нешеуінде сырға бар. Мысал, қара. Мына біреуінде бар. Мына жерде мына қойда екіншісінде бар сырға. Қалғандарда жоқ. Мыналардың ешқайсында сырға жоқ.